Балалар, қазір бізде жаратылыстану сабағы. Жаратылыстану сабағынан ғарыш әлемі деген тақырыпты өтеміз. Оқу мақсатымыз астрономияны ғарыш туралы ғылым ретінде сипаттау, жекелеген ғарыштық денелерді атау және сипаттау. Біз жаратылыстану пәнінен күш және қозғалыс деген бөлімді аяқтап, жер және ғарыш деген бөлімге келдік. Ортақ тақырыбымыз саяхат. Бұл бөлімнен балалар сендер ғарыш әлемі туралы, адамдардың ғарышты зерттеу туралы, қазіргі ғарыштық зерттеулер туралы, жер ғаламшарының көрінісі туралы, уақыттың адам өміріндегі маңызы туралы, уақытты анықтайтын құралдар туралы білетін боласыңдар. Тақырыбымыз ғарыш әлемі. Күтілетін нәтижеміз: бүгін сендер ғарыш әлемімен танысасыңдар, астрономияны нені зерттейтінін білетін боласыңдар. Балалар, біз аспанға қараған кезде аспаннан қай денелерді көреміз балалар біз? Қандай денелерді көреміз? Мысалға, айқайламаймыз. Мысалы, күндіз біз қай денені байқаймыз аспанға қараған кезде? Күнді көреді екенбіз, күндіз. Дұрыс. Ал түнде қай денелерді көреміз, кәнекей? Сабина айта қойшы, қай денені көреміз? Түнде жұлдыз бен айды көреді екенбіз, балалар. Аспан әлемі шексіз созыла береді екен, балалар. Аспан әлемінде күн, жұлдыз, ай, ғаламшарлар бар екен. Осының бәрі ғарышты құрайды. Жұлдыздар мен ай түнде бізге жарқырап көрініп тұрады екен. Аспан әлемін балалар астрономия ғылымы зерттейді екен. Және де балалар аспан әлемін зерттейтін Галилео Галилей деген ғалым телескоп деген құралды ойлап тапқан екен балалар. Не, телескоп деген құралды. Осы телескоп арқылы Галилео Галилей деген ғалым күн жүйесін 8 ғаламшар айналып жүргенін айтып өткен екен. Балалар, мұқият қараймыз. Мына жерде мына күн жүйесі, осы күн жүйесін мына 8 ғаламшар айналып өтеді екен. Және де бұл жерде мына 4 ғаламшар, Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, бұлар ішкі ғаламшарлар екен. Ал Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, бұлар сыртқы ғаламшар екен. Енді әр ғаламшар туралы мен кішкене мағлұмат беріп өтейін. Мына күн жүйесіне жақын орналасқан бірінші ғаламшар ол Меркурий екен. Меркурий ғаламшары мына күн жүйесін 88 күнде бір-ақ рет айналып өтеді екен, 88 күнде. Және де бұның температурасы үнемі ыстық болып тұрады екен. Бұл Меркурий ғаламшары күнге жақын болғандықтан бұл жерде үнемі ыстық болады екен, қатты ыстық. Екінші орналасқан ғаламшар Шолпан ғаламшары. Шолпан ғаламшары күн жүйесін 224 күнде бір-ақ рет айналып өтеді екен күн жүйесін. Және де Шолпанда да Меркурийдағыдай ыстық екен. Үшінші ғаламшар күн жүйесінен орналасқан үшінші ғаламшар ол жер. Жер ғаламшарында тіршілік көзі бар. Сонысымен ол ерекшеленетін жаңғыз ғарыш дене екен. Жердің серігі ай екен. Төртінші ғаламшар Марс ғаламшары. Марс ғаламшары бетінің қызылдығымен ерекшеленеді. Және де қызыл ғаламшар деп атайды екен. Бұл 4 ғаламшар ішкі ғаламшарлар. Келесі ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, бұлар сыртқы ғаламшарлар. Және де бұлар жердегідей қатты емес екен. Енді балалар, Юпитер ғаламшары 5-ші болып орналасқан екен күн жүйесінен. Және де бұл жерде үнемі найзағай ойнап, дауыс оқып тұрады екен. 6-шы ғаламшарымыз Сатурн. Сатурн өзін қоршаған сақинасымен әйгілі екен. Бұл сақиналар мұздан, тастан тұрады екен. Келесі ғаламшарымыз Уран. Уран ең суық ғаламшар екен. Уран көгілдір түспен белгіленген екен. Нептун 8-ші болып күн жүйесіне орналасқан, ең алыста күннен орналасқан бұл Нептун ғаламшар екен. Нептун ғаламшарында үнемі жел соғып тұрады екен. Сонымен балалар, күн жүйесін айналып жүрген 8 ғаламшармен танысып өттік. Келесі
салыстырамыз енді балалар. Күн мен жердің ұқсастығының айырмашылығы неде дейді? Бұл жерде Аристотель деген ғалым айтып өткен екен. Жер шар тәрізді домалақ деген екен. Көрдіңдер ме балалар? Жер бізде домалақ екен. Және күн де домалақ екен. Осы біздің ұқсастығымыз күн мен жердің. Екеуі де домалақ. Және де балалар, айырмашылығы неде дейді? Жер бетінде тіршілік көзі бар екен. Түсіндік па балалар? Жер бетінде тіршілік көзі бар екен. Бұл жерде өмір сүруге болады екен. Ал күн жүйесінде өмір сүруге болмайды екен. Бұл жер ыстық екен бұл ғаламшарда. Күн мен жердің бір-бірімен қандай байланысы бар дейді? Жерге күн жарық беріп тұрады және жылу беріп тұрады. Егер де күн болмаса, тіршілік көзі болмайды екен, иә? Тіршілік көзі болмайды екен, жасыл шалғындар болмайды екен, гүлденген бақтар болмайды екен, адам, жануарлар, тіптен өсімдіктер де өмір сүре алмайды екен. Күн мен жердің байланысы осында екен балалар. Келесі зерттеу жұмысы. Жер күнді айнала ма, әлде күн жерді айнала ма дейді. Жаңа мен айтып өткен болатынмын, 8 ғаламшарды таныстырған кезде мен сендерге айтып өттім, иә? 8 ғаламшар күн жүйесін айналып жүреді дедім, иә? Оның ішінде жер де бар еді. Яғни балалар, күнді жер айналып жүреді екен. Мұқият тыңдаймыз, күнді жер айналып жүреді екен. Осыны шатастырмаймыз балалар. Енді қызықты мәлімет дейді. Ғарышта ешқандай дыбыс естілмейді екен. Өйткені дыбыс толқынын тарататын ауа жоқ екен. Аспан әлемінің арғы жағында нелер бар деген сұрақ, балалар. Ерте заманда адамдар осы сұрақтың жауабын білгісі келген. Жұлдыздарды зерттеу үшін ежелгі астрономдар арнайы құрал саймандар ойлап тапқан екен. Астроном дегеніміз балалар, жаңа айтып өткен болатынмын, аспан әлемін зерттейтін ғалым екен. Ал телескопты Галилео Галилей деген ғалым тапты дедім, иә? Аспандағы ең майда көрінбейтін денелерді сол телескоп арқылы көруге болады екен дедім. Телескоп аспан денелерін бақылауға арналған құрал екен. Бірақ балалар, бұл телескоп арқылы аспан әлемін толық зерттеу мүмкін емес екен. Сондықтан адамдар ғарыш кемені ойлап тапты. Ғарыш кемемен ғарышты зерттейді екен. Енді келесі сабақта осы тақырыппен мен сіздерді таныстырамын балалар, иә? Бүгінгі сабақта түсіндік, білдік, көзімізді жеткіздік балалар. Мынандай мәліметтерге ғарыш шексіз кеңістік екен. Аспан әлеміндегі ғаламшарларды білдік. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран екенін білдік, иә балалар? Және мағлұмат алдық әр ғаламшар жайында. Аспан әлемін астрономия ғылымы зерттейтінін білдік. Жер тіршілік көзі бар, өмір сүруге болатын жалғыз ғарыш дене екенін де білдік, иә балалар? Балалар, енді кері байланыс жасаймыз. Кері байланыста бағдаршам арқылы жасаймыз кері байланысты. Яғни бағдаршамдарымызды қолымызға аламыз. Бағдаршамның түстеріне қарап, мен бүгін сіздер сабақты қалай түсінгендеріңді білемін.